Достар сәлем! В этом уроке мы с вами рассмотрим слово «көңіл». Слово «көңіл» с разными глаголами имеет разные значения. Этот урок для продолжающих. Также хочу сказать всем көп рахмет за подписку, за лайки, за комментарии, за донаты. Если вы не подписаны, подписывайтесь на мой канал, чтобы я дальше для вас могла снимать уроки. Ал енді бастайық. Слово «көңіл» переводится настроение. Көңіл-күй тоже переводится настроение. Например, если мы хотим сказать «как настроение», скажем «көңіл-күйің қалай?» «Көңіл-күйің қалай?» Сегодня нет настроения. Бүгін көңіл-күйім болмай тұр. Бүгін көңіл-күйім жоқ. Можно сказать или же болмай тұр, или же жоқ. Болмай тұр – это отрицательная форма нақ осы шақ. Болып тұр, айтып тұр, оқып жатыр. Да? Вот это болмай тұр, это будет отрицательная форма. Оқымай жатыр, болмай жатыр, келмей жатыр. Көңіл бөлу. Көңіл бөлу – уделять внимание. Например, сен балаларыңа көп көңіл бөлесің бе? Сен балаларыңа көп көңіл бөлесің бе? Ты много внимания уделяешь своим детям? Көңіл бөл. Е у нас суффикс переходного настоящего времени. Сен окончание, личное окончание второго лица, да? Поэтому сен, да? Сен көңіл бөлесің бе? Я балаларыммен бірге көп уақыт өткізуге тырысамын. Я балаларыммен бірге көп уақыт өткізуге тырысамын. Да, стараюсь проводить с детьми, вместе с детьми много времени. Балаларыммен, с детьми, бірге, вместе, көп уақыт, много времени өткізуге тырысамын. Стараюсь проводить. Стараюсь это тырысамын. Көңіл бөлмеу. Көңіл бөлмеу – не уделять внимание. В казахском языке суффиксы маме, бабе, папе нам дает значение «не», да? И здесь она тоже нам дает отрицание «не». Мен соңғы кезде балаларға көңіл бөлмей жүрмін. Мен соңғы кезде балаларға көңіл бөлмей жүрмін. Соңғы кезде, в последнее время. Балаларға, детям, көңіл бөлмей жүрмін. Не уделяю внимания, оно стоит нақ осы шақ в отрицательной форме, да? Көңіл бөлмей жүрмін. Демалыс күндері бір жерге барайық. Демалыс күндері бір жерге барайық. На выходных бір жерге куда-нибудь барайық, давай сходим. Жақсы, хорошо. Көңіл аудару. Көңіл аудару – обратить внимание. Например, азық-түлік сатып алғанда мерзіміне көңіл аудару керек. Азық-түлік сатып алғанда мерзіміне көңіл аудару керек. При покупке продуктов нужно обращать внимание на срок годности. Азық-түлік сатып алғанда при покупке продуктов или же когда вы покупаете продукты. Нужно обращать внимание, көңіл аудару керек. Мерзіміне на срок годности. Я, мен ылғи қараймын. Я, мен ылғи қараймын. Да, я всегда. Значит, слово «всегда» переводится как «ылғи» или «постоянно», да? Қараймын, проверяю или смотрю. Көңіл аудармау. Көңіл аудармау – не обращать внимания. Например, Маржанның айтқанына көңіл аударма. Маржанның айтқанына көңіл аударма. Не обращай внимания на слова Маржан. Значит, Маржанның айтқанына на слова Маржан. Здесь слово «айтқан» это имеется в виду слова, которые она сказала, да? Көңіл аударма – это не обращай внимания. Оның қазір жұмысы көп, шаршап жүр. Оның қазір жұмысы көп, шаршап жүр. У нее сейчас много работы. Оның қазір жұмысы көп, она устает, шаршап жүр. Я, мен түсіндім. Я, мен түсіндім. Да, я поняла.
Көңілі қалу. Көңілі қалу – разочароваться, обидеться. Например, менің осы фирмадан мүлдем көңілім қалды. Менің осы фирмадан мүлдем көңілім қалды. Менің осы фирмадан от этой фирмы мүлдем, полностью, да, совсем көңілім қалды, разочаровалась. Неге? Жақсы секілді ғой. Неге? Жақсы секілді ғой. Почему? Она вроде хорошая. Или она вроде кажется хорошей, да? Жоқ, сен білмейсің. Жоқ, сен білмейсің. Нет, ты не знаешь. Көңілі қалмау. Көңілі қалмау – не разочаровываться, не обижаться. Например, мен көңілі қалмасын деп, Мадиярға да сыйлық сатып әкелдім. Мен көңілі қалмасын деп, Мадиярға да сыйлық сатып әкелдім. Чтобы Мадияр не расстроился, я тоже купила ему подарок. Көңілі қалмасын, не расстроился, да? Чтобы не расстроился, вот это көңілі қалмасын деп. Чтобы не расстроился, Мадиярға да. Значит, да, когда пишется отдельно, обозначает тоже и Мадияру, да, и Мадияру тоже сыйлық, подарок сатып әкелдім, купила. Дұрыс болды, правильно сделала. Көңілге алу. Көңілге алу – принимать близко к сердцу. Например, оның қатесін қайта-қайта айта берме, көңіліне алады. Оның қатесін қайта-қайта айта берме, көңіліне алады. Оның қатесін, его ошибку, қайта-қайта, это переводится снова-снова, и как постоянно, да, не повторяй, значит, айта берме, не говори, да. Когда қайта-қайта айта берме, на русский язык переводится не повторяй постоянно. Көңіліне алады, он принимает это близко к сердцу. Я білемін ғой, да, знаю. Көңілге алмау. Көңілге алмау – не принимать близко к сердцу. Например, Мағжанның әзілдерін көңіліңе алма. Мағжанның әзілдерін көңіліңе алма. Шутки Мағжана – это Мағжанның әзілдерін көңіліңе алма, не принимай близко к сердцу. Жақсы ма? Хорошо? Мен оның әзіл-қой екенін жақсы білемін. Оның әзіл-қой екенін, что он шутник. Жақсы білемін, хорошо знаю. Көңіл сұрау. Көңіл сұрау – навещать больного. Например, кеше Мәлика әженің көңілін сұрауға бардық. Кеше Мәлика әженің көңілін сұрауға бардық. Вчера мы ходили навестить бабушку Малику. Вчера, кеше, да, кеше, вчера, Мәлика әженің бабушку Малику ходили навестить. Көңілін сұрауға бардық. Қалай екен? Как она? Жақсы екен, қуанып қалдым. Жақсы екен, қуанып қалдым. Хорошо, я обрадовалась. Көңіл сұрамау. Көңіл сұрамау. Не навещать больного. Например, мен ауырдым, бірақ сен бір ретте көңілімді сұрамадың. Мен ауырдым, бірақ сен бір ретте көңілімді сұрамадың. Мен ауырдым, я болела. Бірақ, но, сен бір ретте. Сен бір ретте, ты ни разу, да, көңілімді сұрамадың, не интересовалась моим самочувствием. Кешірші, білген жоқпын. Кешірші, білген жоқпын. Прости, я не знала. Көңілінен шығу. Көңілінен шығу. Расположить к себе, понравиться, прийтись по душе. Саған сыйлығым ұнады ма? Саған сыйлығым ұнады ма? Саған сыйлығым, тебе, да, тебе сыйлығым, мой подарок.
Ұнады ма? Понравился? Әрине, өте қатты ұнады, көңілімнен шықты. Әрине, өте қатты ұнады, көңілімнен шықты. Конечно, очень понравилось. Көңілімнен шықты, пришелся по душе. Көңілінен шықпау. Көңілінен шықпау. Не понравится. Жаңа телефон алдың ба? Жаңа телефон алдың ба? Ты купила новый телефон? Я, бірақ камерасы көңілімнен шықпады. Я, бірақ камерасы көңілімнен шықпады. Да, но камера не понравилась. Көңілі толу. Көңілі толу, быть довольным. Жөндеу жұмыстарын қарап шықтың ба? Жөндеу жұмыстарын қарап шықтың ба? Ты проверила ремонтные работы? Жөндеу жұмыстарын, ремонтные работы. Қарап шықтың ба? Ты проверила? Или посмотрела? Я, бәрі керемет жасалған, көңілім толды. Я, бәрі керемет жасалған, көңілім толды. Да, все сделано отлично, я довольна. Я, бәрі, все, керемет, отлично жасалған, сделано. Көңілім толды, я довольна. Көңілі толмау. Көңілі толмау, быть недовольным. Мына көйлек ұнай ма? Мына көйлек ұнай ма? Тебе нравится это платье? Жоқ, көңілім толмай тұр, басқасын қарайын. Жоқ, көңілім толмай тұр, басқасын қарайын. Нет, я недовольна, посмотрю другое. Көңілім толмай тұр, я недовольна. Басқасын қарайын, басқасын другое, посмотрю, қарайын. Көңілін табу. Көңілін табу, угождать, найти подход. Ол саған әлі ренжулі ме? Ол саған әлі ренжулі ме? Она все еще обижена на тебя? Ол саған, она на тебя, әлі еще ренжулі ме? Обижена? Я, бірақ мен оның көңілін табуға тырысып жүрмін. Я, бірақ мен оның көңілін табуға тырысып жүрмін. Я, да, но, бірақ, оның көңілін табуға. Найти к нему подход. Найти к нему подход, оның көңілін табуға стараюсь, тырысып жүрмін. Көңілін таппау. Көңілін таппау, не угодить, не найти подход. Например, сіздерде сауда жақсы жүріп жатыр ма? Сіздерде сауда жақсы жүріп жатыр ма? Как у вас с продажами? Сіздерде у вас сауда переводится продажа, торговля. Жақсы жүріп жатыр ма? Как у вас с продажами? Это значит хорошо идет. Жақсы жүріп жатыр ма? Хорошо идет переводится, прямой перевод. Жаман емес. Клиенттердің көңілін таппасаң, саудаң жүрмейді. Жаман емес. Клиенттердің көңілін таппасаң, саудаң жүрмейді. Жаман емес, неплохо. Клиенттердің көңілін таппасаң, если не найдешь подход к клиентам, саудаң жүрмейді, продаж не будет. Торговли не будет, да, или же? Достар, надеюсь, этот урок для вас был полезным. Я вам желаю удачи в изучении казахского языка. Если мои уроки полезны для вас, можете поддержать мой канал донатами. В описании оставлю координаты. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.